Бәріңізге сәлем, менің атым Қайырбек Айжұлдыз, мен қазақ әдебиетінен анамнан сұхбат аламын. Барлығыңызға сәлем, мен есімім Байқадам Асылзат. Мен керемет қыз Айжұлдыздың анасымын. Бастайық. Анашым, сіз менің жасымда қандай бала болдыңыз? Сабақты қалай оқыдыңыз? Сенің жасыңда сен сияқты ақылды, білімді, сабақты жақсы көретін, кітапқа құштар, білімге құштар бала болдым. Әртүрлі қызықты тақырыптарда ақпараттар оқығанды жақсы көретін, әсіресе географияны, әлемді тануды, әлемдің елдерін, туларын, олардың астаналарын жаттағанды жақсы көретін едім. Бала кезде ең үлкен арманыңыз қандай еді, орындалды ма? Бала кезде негізі бүйтіп ойлап қарасаң, балаларда көп арман болады. Бәріміз әртүрлі нәрсені армандайтын едік. Біз де сендер сияқты түрлі қызықты нәрселерге қызығатынбыз. Бірақ мен мысалға бірнеше арманым болды, дизайнер модельер болғым келетін. Сол кезде үйімізде компьютер деген енді шығып жатқан еді. Ішінде бір графикалық бағдарламаның ішінде түрлі киімдерді, туфлиларды, сумкалардың суреттерін салып, оны сақтаған жақсы көретінмін. Кейін фотошоп программасын соларды үйреніп алдым да, әртүрлі суреттерді өңдеп жасайтын болдым. Сондай дизайнерлік мамандықты енді қазір қосымша мамандық ретінде презентация жасап, неше түрлі суреттерді өңдеуді өзім үшін үйреніп алдым, роликтарды жасауды. Ал одан кейін бізде андай қызық жағдай болды. Тіл маманы болғым келетін сол кезде, ағылшынды қызығып оқып жүрдім да. Әкем мен анам Мәскеуде болған кезде Оксфорд сөздігін әкеп берді. Ағылшын тілінен бір тапсырма болды бізге берілген. Аударма жасау еді, мәтіннен бір күрделі сөздер болды да, терминдер. Соны аудара алмай әкемнен көмек сұрадым. Осы сөзді қалай аударсам болады қазақшаға деп. Сол кезде айтып отқам, неге осы сөздіктердің қазақшасы жоқ екен деп. Енді ол кезде ағылшынша, орысша деген сөздік болды менде. Неге оның қазақшасы жоқ екен деп айтқан кезінде әкем маған сондай бір қызықты бір үміт сыйлаған еді. Неге сен сол сөздіктің аудармашысы болмасқа? Мүмкін сен болып қалатын шығарсың деп сол кезде айтқан еді. Енді араға 20 жыл сала, 2023 жылы біз 4 жылдық үлкен жобаның Оксфорд қазақ дикшнери сөздігі шықты, қазақша сөздік. Соның 50 авторының құрамында мен болдым. Сонда бір кездегі үлкен арманым қазір шындыққа айналды. Менге, халыққа, біздің болашақ жастарымызға өзімнің кішкентай болса да көмегімді тигізіп жатқаныма өзім қуаныштымын. Салт дәстүрлер мен ұлттық құндылықтардың ішінде сіз үшін ең маңыздысы қайсысы? Ол сізге кім үйретті? Салт дәстүрлер, негізі біздің қазақтың барлық салт дәстүрді жақсы қолдаймын. Және біздің отбасымызда, әулетімізде, туысқандарымыздың арасында ол дәстүрлерді жаңғыртып отыруды жақсы көремін. Өйткені бізге мен өзімнің анам, сендердің әжелерің, екінші анам барлығы бізге атсалысып, осы салт дәстүрлерді, отбасылық құндылықтарды бізге үйретіп отырды. Маған қазақтың салт дәстүрлерінің ішінде мысалға тұсаукесер дәстүрі қатты ұнайды. Баланың тұсауын кескен кезде оны ата-анасы, ата-әжелері бірігіп ақылдасып отырып, кімге тұсау кестіретін, ол қандай адам екенін барлығын саралап, жан-жақты сосын ұсыныс жасап, сол адамға біздің баламыздың тұсауын кесіп берсеңіз деген жақсы ниетін білдіреді. Содан кейін ол баланың болашағына, ол адамның шынайы ниетінің де тікелей байланысы бар екенін біз көзіміз жетті. Өйткені сенен кейінгі екі бауырыңның тұсауын кескен кісілерге шын мәнісінде сендер табиғаттарың ұқсайды. Өмірге деген көзқарастарың, белгілі бір дүниелерге талғамдарың ұқсас болып келеді. Мен ойланып келемін, шын мәнісінде сондай салт дәстүрлердің орны ерекше екенін түсіндім. Бала кезде ең сүйікті ойыншығыңыз немесе ең қызықты оқиғаңыз есіңізде ме? Мысалы, мен қызықты бір ойыншығым болды. Жаңа айтып кеттім, ата-анам шетелдерге көп баратын, жұмыспен, демалыспен. Сол кезде бір барған кезде маған ол кезде ана мультик енді шығып жатқан Дональд Дак деген бар еді ғой, үйрек туралы. Сол бірінші күлкілі не салатын, дыбыс салатын. Сол Дональд Дактың үйректің мүсінінде жұмсақ ойыншығым болды. Мен ұзақ уақытқа дейін сол ойыншықпен ойнадым. Інімде дәл соны Микки Маус болды. Өйткені сол екі мультикті жақсы көретінбіз біз. Сосын әрине қуыршақ болды, қуыршақ ойнаған жақсы көретін достарыммен.
ең қызықты ойынымыздың түрі ол кезде 21 ғасыр көшбасшысы деген интеллектуалды сайыс болатын теледидарда әр жексенбі сайын болатын. Сондай ойынды бір-бірімізге құрастырып, құрбыларымызбен ойнайтын жарысып. Сіздің ойыңызша нағыз жақсы адам болу үшін ең бірінші қандай қасиет керек? Жақсы адам болу үшін адамдарға үнемі жақсылық жасау керек. Жақсы ой ойлау керек, жақсы сөз айту керек. Адамдарға үнемі қамқорлық жасайтын болсақ, барлық адамдар мейірімді болатын болса, бір-біріне бұл әлем бұдан да жақсырақ болады. Сол ойлаймын, мейірімді, қамқор болу керек. Өмірде қиындық туса, оны жеңуге сізге не көмектеседі? Менің өзімнің ұстанымым бар. Орысша айтқан кезде, я не первый, не последний деген. Яғни қандай да бір жағдайға, бір ситуацияға, бір қиындыққа тап болсам, мен өзімді солай бірінші жұбатамын. Оған дейін де бұл мәселеден шыққан адамдар болды, бұдан кейін де бұл мәселеден шығатын адамдар болады. Демек, бұны шығу жолы бар деп өзіме бірінші сондай мотивация. Өзіме мотивация берем. Содан кейін барып, жақсы көретін адамдарымнан, осы мәселеден шығудың жолын қалай қарастырсам болады деп ақылдасамын. Ол көбінде анам, әкем және жолдасым. Менің бойымдағы қай қасиетті ерекше бағалайсыз және болашақта кім болғанымды қалайсыз? Сенің бойындағы ең бірінші мен бағалайтын қасиет табандылық және еңбекқорлық. Деген мақсаттарыңа жетуіне осы табандылығың мен еңбекқорлығың саған көмектеседі. Сол қасиетің ұнайды. Ал болашақта сенің кім болатыныңды оны сен өзің шешесің. Ең бастысы адамгершілік қасиеттерің жоғары болса деп ойлаймын. Қалғандарын сен өзің қолынан жасай алатыныңа мен 100% сенемін. Ал сен өзің кім болғың келеді? Өзім бапкер болғым келеді, көркем гимнастика. Абай атамыз айтқан толық адам болу үшін мен бүгіннен бастап не істеуім керек? Толық адам деген, яғни кемел деген адам, кемел деген, түсініп қой, толық адам болу үшін адам өзінің ең әуелі ішкі жан дүниесіне үңілу керек деп ойлаймын. Яғни ішінде өзінің үйлесімін табу керек. Бірінші мен өзімді жақсы көре алсам, мен демек басқа адамдарға да сондай махаббат бере аламын. Толық болу үшін сенің ішіндегі өзіңнің белгілі бір критериялар болады. Мен үшін физикалық денсаулығым, менталды денсаулығым, одан бөлек мысалға әрбір сәтімді тиімді өткізу, тайм менеджмент деп айтады. Сол сұрақтардың төңірегінде өзіме жауап берген кезде өзімді толық адам деп санаймын. Мен дүниеге келген күн есіңізде ме? Сол кезде қандай сезімде болдыңыз? Әрине, сен дүниеге келген күн ол 2015 жыл 23 маусым. Дүниеге келген сәтіңде бірінші көрген кезімде мен бір жыладым. Өйткені адамның қуаныштан көз жасы болады. Әкең неше сұрады ол кісілерден, аман-есен дүниеге келді қыздарыңыз деп айтқан кезде атаң бірден атын қойды. Мен қызымның атын Айжұлдыз деп қоямын деді. Сенің атыңды атаң дәл саған арнап қойған. Айжұлдыз деген ат сені толықтай аша алады, сенің есіміңе, сенің өзіңнің табиғатыңа сәйкес келеді есімің. Келісесің бе? Иә. Біз екеуміз бірге істейтін істердің ішінде сізге ең қатты ұнайтын не? Кітап оқу, серуендеу, тамақ пісіру, тағы басқа. Осы істердің барлығын бір жасаймыз ғой, негізі бірге. Кітапты бірге оқимыз, кейде бірге серуендейміз, кофе ішуге барамыз, тамақ істейміз бірге, маған көмектесесіңдер үй шаруасында. Ал бірақ ең қатты ұнайтыны маған серуендеу. Саған қандай сәттер ұнайды? Маған дәл сол серуендеу ұнайды. Бәріміз отбасы болып серуендейміз. Ережелерді білгенбіз. Әкемнен светофорда велосипедтен түсіп өтуді үйренгенмін. Бұл серуендеу артынан жолда жүру ережелерін үйреніп алдың. Керемет. Көрдің бе, әр нәрсенің артында бір пайдалы дүние бар, және маған отбасымызбен әсіресе сенімен өткізетін уақыттың ішінде кино көрген нелер ұнайды, сәттер ұнайды. Бізде отбасылық ритуал бар. Кино міндетті түрде мағына беретін кино болу керек. Және түрде талқылаймыз, ол киноны саған қандай ой түйдіңдер, бір-бірімізбен сөйлесеміз, сол моменттер маған ұнайды. Бірге өткізетін уақыттың ішінде сол кино таймды да қосып қояр едім. Егер сиқырлы таяқшаңыз болса, біздің отбасымыз үшін не істер едіңіз? Егер материалдық құндылықтарға байланысты айтатын болсақ, мен былай ойлар едім. Сиқырлы таяқшам болса, таяқшаны сермеп жіберіп,
қалаған елдеріне саяхат жасап кететін сондай бір глобус айналдырып жібереміз да, тоқтап қалып қандай точкаға түсті, сиқырлы таяқшамен сол елге бірден пайда болатын, бірден оттағысымен сол жерге топ етіп түсе қалып саяхат жасайтын сондай бір сиқырлы таяқша болса деп ойлаймын. Иә. Біз бәрін саяхаттауды жақсы көреміз. Әсіресе әртүрлі елдерге баратын кезде. Өткенде біздің папамыз Швейцарияға барған, біз бәріміз оған завидовать еткенбіз. Швейцарияға өзіміз де барғымыз келгенбіз. Уәде берді, иә? Құдай бізді алып барамыз. Иә. Менің жетістіктерім сізді қаншалықты қуантады? Менімен мақтанған кезіңіз болды ма? Әрине. Сенімен негізімен күнде мақтанамын сендермен. Сен күнде келіп, мам, қалайсыз деп машинаға отырып, сіздің күнде жаңалықтарыңды айтып жатқан кезде мен қуанамын. Ал әсіресе сенің жаңаға айтып кеттім, сенің бойындағы қатты бағалайтын қасиет ол табандылық пен еңбекқорлық қой. Сол қасиеттердің арқасында сен спортта да, білімде де, өнерде де жақсы-жақсы жетістіктерге жетіп жатсың. Сенің әрбір жетістігің, ол кішкентай жетістік болсын, үлкен жетістік болсын, маған үлкен мақтаныш сыйлайды. Ол маған ғана емес, біздің отбасымызға, ата-әжелердің барлығына, сондай туған-туысқандарымыздың барлығына сондай мақтаныш сыйлайды. Біз сенімен үнемі мақтанамыз. Сенің болғаныңа рахмет. Егер сіз блогер болсаңыз, әлемге қандай жақсылық туралы айтар едіңіз? Қысқа видеолар жасайтын едім, мысалға, біреуге бүгін сұрақ қойып адамдарға, көшеге шығып, сіз бүгін қандай жақсылық жасадыңыз деп сұрақ қойып, мысалы, сондай бір блог жүргізер едім. Блог жүргізген кезде сондай бір рубрика жүргізетін едім. Бүгін сіз кімге пайдалы болдыңыз, немесе қандай жағдайда пайдалы болдыңыз деп, кімге жақсылық жасай алдыңыз деп, сондай блог жүргізетін едім. Заманымыздың цифрлық технологиялардың сіздің балалық шағыңыздан басты айырмашылығыңыз неде? Біз құрбыларымызбен виртуалды ойындарды құрап ойнайтынбыз, өзіміз ойдан құраймыз. Мектеп ойнайтынбыз, яғни бір қыз мұғалім болады, қалғандарымыз оқушы боламыз. Қақпа деген ойын болатын, қазақта мақал-мәтелдерінен, нақыл сөздерінен, жаңағы қазақ әдебиетіндегі танымал тұлғалардың есімдері, олардың шығармаларының атауларына байланысты сайыстар ұйымдастыратынбыз. Негізі ойда бар, сендер кішкене өсе келе 6-7 сыныпқа келген кезде сондай бір шараларды ұйымдастырып, достарының, сенің құрбыларының арасында бір сондай сайыстар ұйымдастырып көруді ойлап жүрмін. Екеумізге ортақ бір жаңа хобби ойлап тапсақ, ол не болар еді? Жасап көргім келеді, сұрақ-жауап әртүрлі тақырыпта. Менің заманым және сенің заманың деген бір сондай интервью осындай жүргізетін бір рубрика жасап, екеуміз түсіріп, сосын YouTubeға салуға болады, немесе мысалға екеуміз екі түрлі заманда өмір сүреміз ғой, мысалға мен 20-шы ғасырда. Мен миллениалмын, сендер альфа ұрпақсыңдар, иә? Төңірегінде мен не ойлаймын, сен не ойлайсың, сондай бір қызықты рубрика түсіріп, сондай бір хобби жасағым келеді. Және мен сенен бір үйренгім келетін, үлкен бір сенің маған беретін мотивацияң, ол фортепианоны сенен үйренгім келеді. Ақылы түрде, әрине. Осымен сұрақтар аяқталды. Сіздермен Қайырбек Айжолды және Байқадам Асылзат болды. Рахмет, сау болыңыздар.